Сәлеметсіңдер ме балалар? Екінші сыныпқа арналған цифрлық сауаттылық сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыз ақпаратты енгізу және шығару құрылғылары. Сіздермен болған информатика пәні мұғалімі Айсаққызы Текежан. Бүгінгі сабағымызда ақпаратты енгізу және шығару құрылғыларын ажыратуды үйренесің. Тірек сөздер. Үш тілде айтып үйренейік. Компьютер, компьютер, компьютер. Пернетақта, клавиатура, кейборд. Тінтүр, мыш, маус. Принтер, принтер, принтер. Монитор, монитор, монитор. Адамдар көп жағдайда қандай цифрлық құрылғыны жиі қолданады? Сенің отбасың қандай цифрлық құрылғыны пайдаланады? Компьютер кең таралған цифрлық құрылғылардың бірі. Компьютер ақпараттар және мәліметтермен жұмыс жасауға арналған электронды құрылғы. Компьютер ақпаратты сақтау, өңдеу, қабылдау қызметтерін атқарады. Компьютер ақпаратты енгізу және шығару құрылғыларынан тұрады. Негізгі енгізу құрылғыларына пернетақта мен тінтүр жатады. Пернетақта компьютерге ақпаратты енгізуге арналған құрылғы. Тінтүр экранда мензерді басқаруға және компьютерге әртүрлі командалар беруге арналған құрылғы. Тінтүрдің әрбір қозғалысы мониторда бағыттауыш түрінде көрініп тұрады. Монитордағы бұл бағыттауышты мензер деп атайды. Негізгі шығару құрылғыларына монитор және принтер жатады. Монитор мәтіндік және графикалық ақпараттарды визуалды көруге, көрнекі етіп көрсетуге арналған құрылғы. Принтер мәтіндік және графикалық ақпараттарды басып шығаруға арналған құрылғы. Компьютердің қосымша құрылғыларына енгізу құрылғылары және шығару құрылғылары жатады. Енгізу құрылғылары: микрофон компьютерге дыбыстық ақпараттарды енгізуге арналған құрылғы. Веб-камера видео ақпараттарды енгізуге арналған құрылғы. Сканер қағаз бетіндегі мәліметтерді мәтін, сурет компьютерге енгізетін құрылғы. Шығару құрылғылары: дыбыс ұлғайтқыш дыбыстық ақпараттарды шығаруға арналған құрылғы. Құлаққап дыбыстық ақпараттарды дербес тыңдауға арналған құрылғы. Проектор компьютердегі ақпаратты үлкен экранда көрсетуге арналған құрылғы. Балалар, цифрлық құрылғыларды қалай қолданады? Қайсысы енгізу, қайсысы шығару құрылғылары? Жауабыңды түсіндір. Тапсырма: мына ақпарат түрлерін қай құрылғымен шығаруға болады? Жарайсың, балақай. Келесі тапсырма: мағынасына қарай тиісті сөзді қойып жаз. Ақпаратты қағазға басып шығарады. Принтер ақпаратты өңдеуге, сақтауға және тасымалдауға арналған құрылғы. Компьютер ақпаратты компьютерге көшіріп жазады. Сканер әуенді қасындағыларға кедергі келтірмей компьютерден тыңдатады. Құлаққап дыбыстық ақпараттарды таратады. Дыбыс колонкасы. Жарайсыңдар, балалар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.